Қазір сағат түнгі 1:30. Сәлем достар, микрофонда Есенбек Құрбан. Суығынай. Бүгінгі қысқаша видеода біз мобильді қосымша жасаймыз. Arduino'да Face ID, яғни саусақпен, отпечаткамен есікті ашуға немесе бір іс-әрекет жасауға болады. Оның датчигі міне тұр. Ол негізінде өте қымбат, бірақ біз бүгінгі видеода осыны мобильді қосымшада барлығымызда отпечатка пальца барын білеміз, сол арқылы телефонды ашып жүрміз. Яғни сол сканерлейтін мобильді қосымшаны жасаймыз. Яғни сіздің саусағыңызды распознавать ететін болса, Arduino'ға сигнал береді. Мысалы қараңыздар. Саусағыңызды сканерлеңіз. Яғни саусағыңызды сканерлеңіз деп қазақша сөйлейді, және дұрыс болатын болса, мінекей. Қош келдіңіз, Құрбан. Яғни қош келдіңіз деген сигнал берді. Тағы да бір рет басып көрем. Саусағыңызды сканерлеңіз. Қате саусақты қоям. Қайта сканерлеп көріңіз. Қайта сканерлеп. Осы екі случайда біз Arduino'ға команда бере аламыз. Есікті аш және жап деп. Видеоны толық қарайтын болсаңыздар, дұрыс түсінесіздер. Онда біз бастайық. Неден бастаймыз? Мобиль дауыс жазудан бастайық. Болашақ мобильді қосымшаға дауысты жазып алу үшін Звукограмм дейтін сайтқа кіреміз де тіл таңдаймыз. Казахский. И Дәулеттің дауысын аламыз. Немесе сіздер Айгүл, Аселдің дауысын алсаңыздар болады. Давайте Айгүлдің дауысын алып көрейік. Сөйтеміз де мұнда ең басында біз саусақты сканерлейміз. Сол үшін саусағыңызды сканерлеңіз дейміз де озвучить батырмасын басамыз. Одан кейін күтеді. Мінекей қазір оқып тұр, саусағыңызды сканерлеңіз дейді. Сөйтеміз де бұны скачать етіп аламыз. Келесі дұрыс болған жағдайда қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Құрбан. Озвучить. Қош келдіңіз, Құрбан. Скачать. Бұл бізде екіншісі. Енді қате болған жағдайда. Қайта сканерлеп көріңіз. Озвучить. Скачать. Осымен бізде 3 дауыс дайын. Енді мобильді қосымша жаза берсек болады. Мобильді қосымшаны Meetup Inventor'мен жасаймыз. Create Apps. Осы жерден сіздерден аккаунт сұрайды. Егер сіздерде Google аккаунт бар болатын болса, өздеріңіздің аккаунттарыңызға кірсеңіздер болады. Мобильді қосымша Meetup-тың бір артықшылығы, егер сіздер алдын мобильді қосымша жасап жүрген болсаңыздар, онда сіздердің жасап жүрген жобаларыңыз уақытпен сақталады. Ең алғаш жасаған жұмысым менің 2018-де басталған екен. Start New Project. Файлдың атын береміз. Файлдың аты менде Servo 1 деп айтылады. Өзіңіз қалаған ат берсеңіз болады. Демек, ең алғашқы біз монитор size деп размерін үлкейтіп аламыз да, келесі әрекеттерді орындаймыз. Бұл жерде мен тез айтуға тырысам, өйткені видео ұзақ болып кетпеу үшін Screen 1-дің тайтл қасиетін қазірше аламын. Бұл алдағы уақытта маған керек болады. Келесі түсетін компонент менде центрге түссін. Мен 3 таблица қоям. Horizontal Arrangement 1, 2, 3. Бұл Horizontal Arrangement'ің өзін with the fill parent на весь экран, келесінде with the fill parent на весь экран, үшіншісінде with the fill parent на весь экран деймін. Біріншісіне align horizontal дейтінға центр қоям, екіншісінде align центр, үшіншісінде align horizontalға центр деймін. Біріншісіне мен list baker қоям. Бұл list baker негізі қызметі Bluetooth'да таңдау. Бұның текст қасиетін мен өшіремін. Сөйтемді мұнда сурет қоям. Сурет қою үшін мен height with жағын размерлен беріп алам. 150-ге 100 деген пиксель берем. Және осыған Bluetooth'дің суретін таңдаймын. Bluetooth'дің суретін интернеттің алдын ала дайындап қойдық. Батырман бір рет басамызда image upload, обзор. Менде мінекей Bluetooth'дің суреті бар. Открыть интернеттің алып қоя салдым. Мінекей бізде Bluetooth'дің суреті, яғни осыны басу арқылы мен Bluetooth'ды таңдай аламын. Келесі батырма қоямын. Бұл батырма менде қазір текст қасиетін өшірейін. Отпечатка пальца сұрайды. Размері 200 пиксельге 150
пиксельдеп беріп көрейік. Осында мен отпечатка палец батырманы басқаннан кейін барып, мен саусағымды сканерден өткізе аламын. Оған да сурет қоямыз. Image қасиетіне upload, обзор. Менде PNG форматта суретті алам. Окей, сурет қойылды. Және дұрыс еместігіне сообщение шығарам. Ол үшін лейбл 1-ді қоям. Оның де қазірше текст қасиетін тазалаймын. Сөйтемді оның размерін 25 деп қоя саламын. Келесі бізде отпечатка палецтің компоненттері, бұл дайын компоненттерде жоқ, сол үшін оны біз импорттап аламыз. Extension қасиетіне кірем, import extension, обзор, рабочий столда менде мінекей тұр, fingerprint sensor, открыть, импорт. Ол бізде импортталады сол жаққа, және осыны файлдың ішіне кеп қоям, мінекей түсті, файлдың ішіне салам, мінекей ол қазір бізде түсті. Келесі connectivity бөлімінде Bluetooth клиентті қоям, ол менде Arduino мен мобильді қосымшаны байланыстыруға. Және сенсор қасиетте мен clock қоям, каждый секунд сайын, интервал 1000 деген 1 секунд сайын Bluetooth-пен байланыс бар ма, жоқ па тексеріп отырамыз. Және медиа бөлімінде дауыс шығару үшін медиа бөлімінде плеер 1, плеер 2, плеер 3-ті қоямын. Плеер 1-ге дауысты 100-ге шығарамын. Сөйтемді source таңдаймын, upload файл. Так, обзор. Менде сканерлеңіз деген дауыс ол 1-де тұрады. Окей. Екіншісіне дауыс менде 100 таңдаймын, upload, обзор. Қош келдің құрбан деген дауыс менде екіншісінде тұрады. Үшіншісінің дауысын 100-ге көтеремін, және source бөліміне upload файл, обзор, қате дейтін жазуды аудионы қоямын. Демек, менде барлығы дайын, енді блок бөлімінде программаны жаза берсем болады. Менде листбейкерді көп жағдайда дайын блоктар бар, сол блоктарды қолданамыз. Ол блоктар бізде байланыстың бар жоғын тексеріп береді. Листбейкер 1 before және after дегенді түсірем, алғашқы және одан кейін. Листбейкер 1-дің selection қасиетін, elements қасиетіне таңдаймын. Bluetooth клиенттің адресіне және атына. Bluetooth клиенттің бізде Bluetooth клиенттің адрес and name деген бар. Келесі, яғни кнопканы басып арқылы таңдаймын. Егер дұрыс таңдайтын болсам, яғни шарт жазамын. Control, if, then, яғни else-ға дубликат жасап қоя салайын then-ға. Егер Bluetooth клиенттің connect адресі, Bluetooth клиенттің connect адресі тең болатын болса, листбейкер 1-дің selection қасиетіне. Листбейкер 1-дің selection қасиетіне тең болатын болса, онда Bluetooth-да байланыстыр. Және таймер қоям, каждый секунд сайын, ол секундты жаңа көрсеттік. Дизайн бөлімінде таймер clock-та интервал 1 секунд сайын тексеріп отырады. 1 секунд сайын бізден нені тексереді, байланыстың бар жоғын тексереді. Ол үшін if, then, else бөліміне қоям. Then настройканы басамда else-ті қоямын. Егер Bluetooth клиент байланысып тұратын болса, Bluetooth клиент is connected. Егер Bluetooth клиент байланысы бар болатын болса, онда біз скриннің title қасиетіне, жаңа естеріңізде болса, видеоның ең басында скриннің title қасиетін мен алып тастаған болатын. Неке енді осында жазу жазамын. Ол жазу менде өте оңай. Егер байланыс бар болатын болса, текст қасиетіне байланыс бар деп жазамыз. Байланыс бар. Айтпесе, дубликат жасайым, байланыс жоқ. Осы жерде мен Bluetooth-пен байланысым бар жоғын алдын ала біліп отыра аламын. Негізгі байланыстар аяқталды. Енді кнопка басылатын болса, егер кнопка басылатын болса, онда мен бірден лейблді бірінші тазалап отырам. Лейблді аламда текст қасиетін 0-ге шығарамын. Текст қасиетіне дауысын, яғни текст қасиетін тазалаймын. Яғни кнопка басылған кезде мұндағы жазу автоматически өшіп кету керек. Демек, олай болатын болса, плеерлерді бізде тоқтау керек. Так, басқа плеер call 1 тоқтайды, дубликат екіншінде тоқтатамыз және үшіншінде тоқтатамыз. Бұлардың барлығы өздеріне сай уақытта айту керек.
кнопка басылатын болса, мен fingerprintті аутентификациялаймын, яғни іске қосамын. Іске қосқаннан кейін бұл екі түрлі действие бере алады. Ол success, яғни опечатка совпадение келсе, және де келмесе, ол бізде failed болады. Егер келетін болса, лейблға сообщение шығу керек. Яғни бізде, кстати, кнопка басылған кезде бірінші плеер айту керек. Яғни бірінші плеерде саусағыңызды сканерлеңіз деп айту керек. MP3 1, play 1, start. Дұрыс, кнопка басылған кезде саусағыңыз сканерлеңіз деп айтады. Келесі, егер саусақ дұрыс болатын болса, қош келдіңіз деген жазу шығады. Және де бізде MP3 2 айтады. MP3 2 start. Так, MP3 2 start. Бұл жерде бір тоқтайды. Бір тоқтайды және үш тоқтайды. Қош келдіңіз деген жазу шығады. Екінші өлең айтады және Bluetooth Arduino'ға A деген әріп жібереді. Текст английский жібер, латын әріпімен жіберу керек. Send. Латын әріпінде мінекей A дейтін кіші әріпті жібереді. Бұл егер дұрыс болатын болса. Және қош келдіңіз дегенге лейблді аламында текстің цветін жасылға қоямын. Демек, text color. Енді болады color бөлімінде жасыл түс. Жақсы, осыны дубликат жасайым. Қате болған жағдайда красный болады. Және қош келдіңізді дубликат жасайымда қайта жасап көріңіз. Қайта сканерлеңіз. Және осы кезде бізде 3 өлең айтады. MP3 play 3 start. Одан кейін 1 мен 2 менде өшіп тұрады. 2 өшеді және 1 стоп болады. Жақсы, 1-2 стоп болады. Үшіншісі қайта сканерлеңіз деген жазу болады. Және Arduino'ға менде латын әріпімен B деген жазу жіберсін. Осымен негізгі мобильді қосымшамыздың блоктары аяқталды. Және ең соңғысы бар, ол мен назад кнопкасын басатын болсам, полный шығып кетуім керек. Ол үшін screen 1-ді басамда back pressed деген болу керек. Яғни назад кнопкасын басатын болсам, мен Bluetooth клиенттен ажырап кетуім керек. Bluetooth клиент disconnected call деген бөлімінде болу керек. Мінекей call disconnected және де close application приложениені толығымен жауып тастаймын. Close application ол control бөлімінде болатын еді. Мінекей приложение осымен жабылады, егер мен назад кнопкасын басатын болсам. Толығымен мобильді қосымшаның приложениесі аяқталды. Енді толығымен мобильді қосымша аяқталды. Енді осыны қалай жүктеп аламыз? Жүктеп алу үшін build Android APK батырмасын басамызда бізге генерация болады. Жүктеп алудың екі түрлі жолын ұсынады. Бірінші компьютерге жүктеу, екінші QR кодты жүктеу. Әрине біз QR кодты жүктеу арқылы прямой телефонға жүктеп аламыз. Мобильді қосымшамызды жүктеп алуға дайынбыз. Ол үшін біз телефондағы Meet i2 компаньон дейтін приложениені тартып алуымыз керек Play Market'тен. Және де бір нәрсені мұқият болу керек. Телефон компьютердің Wi-Fi-на, интернетіне қосылу керек. Яғни менің қазір компьютерім, мына компьютерім өзімнің Wi-Fi-ма кіріпті, құрбан деген Wi-Fi-ға, және де менің телефонды сол Wi-Fi-ға кіріп тұр. Екеуі бірге байланысу керек. Scan QR код батырмасын басам. Сөйтті өзі приложениені бірден жүктеп алуға мүмкіндік береді. Осы жерде приложение жүктеп алуға сұрайды. Servo 1 APK все равно скачать. Және де болғаннан кейін открыть батырмасын басамыз. Servo 1 установлено, установить. Және болғаннан кейін открыть батырмасын басып, кіріп көреміз. Успешно открыть. Мінекей біздің мобильді қосымшамыз дайын. Қазір бізде байланыс жоқ дейді. Қазір мен кнопканы басып көрем. Одан кейін сканерлеңіз деген жазу айтады ма тексеріп көреміз.
Саусағыңызды сканерлеңіз. Мінекей саусағыңызды сканерлеңіз дейді. Мен қазір дұрыс саусағын қоямын. Менің мобильді приложением отпечатка менде артыңғы фонда қойып көреміз. Қош келдіңіз құрбан. Қош келдіңіз құрбан. Қазірше менде Bluetooth клиент байланыспаған. Тағы да кнопканы бір рет басам, қош келдіңіз деген жазу өшіп кету керек. Саусағыңызды сканерлеңіз. Қате. Қайта сканерлеп көріңіз. Мінекей осымен мобильді қосымшамыз 100% дайын. Енді Arduino'ға скетчі жазсақ жеткілікті. Бізде SPO32-ге сервомотор 15-ші портқа жалғанған, қызылы 3.3 вольтқа, минусқа жалғанда. Подключение өте оңай, енді осыған скетч жазайық. Bluetooth Serial H бізде Bluetooth'ге ат беру үшін SPO32 сервоның библиотекасы. Сервоға есік деген ат бердік. Serial беге 115-те 200, Bluetooth'дің аты BL Құрбан, есік аттач 15-ші портта тұр, және изначально есік 90 градуста жабық тұрады. Сырттан келген информацияны S әріпіне оқимыз. Егер A келетін болса, есік орай 180 градусқа ашылады. Егер B келетін болса, бізде 90 градусқа. Бұл дегеніміз Arduino бізге A немесе B-ны ғана жібере алады. Мұқият қарайтын болса, қош келдіңіз деген жазу болатын болса, жаңа айтқан едік, A деген әріп жібереді. Егер Arduino сырттан A деген әріпті қабылдаса, есікті ашады. Сырттан B деген әріпті қабылдаса, есікті қайтадан 90 градусқа жабады. Инструменты, порт пен плата барлығын тексеремізді. Загрузки батырмасын басамыз. Қазір бізде серво 15-ші портқа жалғанған, 90 положениесінде тұр. Енді мобильді қосымшамыз байланыс бар дейді. Қазір кнопканы басам. Саусағыңызды сканерлеңіз. Сканерлеңіз дейді. Бірінші дұрыс саусақты, яғни ол менде балан үйрек. Осы саусақты қазір артына тегізем. Сервоға қараймыз. Қош келдіңіз құрбан. Яғни қош келдіңіз. Енді тағы да сканерлейміз. Саусағыңызды сканерлеңіз. Дұрыс емес саусақты қоямын қазір. Қайта сканерлеп көріңіз. Қайта сканерлеңіз. Тағы да басам. Саусағыңызды сканерлеңіз. Қош келдіңіз құрбан. Саусағыңызды сканерлеңіз. Қайта сканерлеп көріңіз. Мінекей мобильді қосымшамыз толығымен жұмыс жасап тұр.